Рахмет. Қысқаша өзім таныстырып өтетін болсам, есімім Ержан Мырзабаев, мен отбасылық психологпын, қарым-қатынас маманымын. Жалпы отбасыда қарым-қатынас, жұмыста қарым-қатынас, кәсіпте қарым-қатынас, әртүрлі адамдармен қарым-қатынас бойынша жұмыс істейміз. 2015 жылдан бері отбасы психологиясы айналысып келе жатырмын. Соның ішінде Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істедім. Америка бейбітшілік институтының грант айналасында әлеуметтік жобалар іске асырдым. Қазіргі таңда да түрлі әлеуметтік жобалармен айналысамыз. Жеке консультация өткіземіз, отбасылық қарым-қатынасқа байланысты семинар, тренингтер жүргізіп отырамыз. Сонымен қатар енді мына жақта біздің көрермендер де байқап отырмын, эфирге қосылып жатыр. Құрметті достар, танысып өтейін. Ержан Нұршанов біздің досымыз, өзі стресс саласының маманы, Қазақстанға танымал, алдыңғы қатарлы, байқаңыз. Ерекеміз алдын бір-екі жобаларда бірге жұмыс істегенбіз. Ереге өте былай өз жұмысының маманы, профессионал. Осылай бірге осы тақырыпта семинар өткізейік дегеннен өте қуандым. Бұйырса, бүгін сіздің оқырмандарға да, біздің оқырмандарға да қызықты, пайдалы бір эфир болады деген ойдамын. Ерке, сізге ескертпей, мықты сұрақтар дайындап қойдым. Сіздің кәдімгідей сынау сияқты болады ғой, біліміңізді сынайтын боламыз. Ереге, проблема емес, жауап бере алмасақ, сізден сұрай саламыз ғой. Сіз стресс мамансыз ғой, Ереге. Потом тек қана бұлай сұрақ-жауап форматында емес, менің ойымша осы тақырыпқа байланысты сіздің де айтарыңыз, қосарыңыз көп болады деп ойлаймын. Өйткені тікелей стресспен жұмыс істеп жатқаннан кейін, енді біз стрессті былай айтқан кезде ақыл оймен, жүрекпен жеңуді үйретсе психология, сіз стрессті кәдімгідей техникалармен, жаттығулармен жеңуді үйретесіз. Сол үшін осылай үйлесімді пайдалы бір эфир болады деген ойдамын, ниеттемін. Құдай қаласа. Енді Ержан туралы тағы бір мәселе қосып кеткім келіп жатыр, достарым. Көбісі сұрайды ғой, сенің бұл салада өзіңнің жетістіктерің бар ма деп, иә? Ержан бауырымыз семьялы, 3 баласы бар, иә, қателеспесем, 4-ші әлі үлгерген жоқ қой туылып. Бұл уақытта, иә, карантин тез өтеді, карантинде көп қызық жағдайлар болып жатыр. Сонда білмедім ғой, психологтардың жанұяларында бұл процесс тезірек бола ма деп ойладым ғой. Үйленген 3 балам бар. Мектеп директоры болған, сондықтан балалармен де қарым-қатынас саласында өте мықты маман достарым. Сондықтан сол туралы сұрақтарыңыз болса да жазыңыздар. Ал Ереке, тақырыбымызға келетін болсақ, соңғы уақытта өзіңіз білесіз, мен негізі өткен апта жаман болатынын біліп тұрдым, сезіп тұрдым, бірақ соңғы апта статистиканы көрген кезде шок болдым. Астана қаласы бойынша карантин кезінде жанұяның ішінде болған ұрыс төбелестің саны, домашнее насилие дейді ғой, статистика бойынша 50%-ға өскен екен. 50%. Бұның себебі неде сіздің ойыңызша осы психология тарихынан қарайтын болсақ? Бұның себебі неде? Жалпы карантинге дейінді біздің еліміздің отбасылық қарым-қатынас отбасы институтының жағдайы төмен болған. Қазақстан дүние жүзінде ажырасудан 9-ші орында, суицидтен 4-ші орындамыз біз. Соның ішінде суицидтен 4-ші орында болғанда айта өтетін мынандай бір маңызды мәселе. Бізде ер кісілердің суицид жасауы әйелдерге қараған кезде 5 есе артық. Яғни 5 есе ер кісілер көбірек суицид жасайды. Итак, отбасы жағдайы қиын болған. Бұрынғы кездері, егер мысалы ерлі-зайыптыларды алып қарайтын болсақ, отбасы қарым-қатынас кезінде таңертең ұрысып қалса, ренжісіп қалса, жұмысқа кетіп қалады, тіршілікпен айналысып кетеді, кішкене ойы шашыраңқырайды да, сөйтіп нормально қайтып кешке келіп, бір нәрселерді ұмытып сөйлесе болатын еді, кішкене ашу басылатын еді. Ал қазіргі таңда адамдар осындай кризиске дайын болмағандықтан, таңертең ұрысып қаласыз, ренжісіп қаласыз, бірақ ары қарай кетіп қалатын бір жер жоқ, стресс шығаратын бір жер жоқ, барып көңіліңізді, ойыңызды шашырататын бір жер жоқ, қайтадан сол кісімен постоянно бір жердесіз. Бір жерде болғандықтан, бұл әрине дайындықсыз жүрген адамдардың өз ашуын, эмоцияларын, агрессиясын басқара алмайтын адамдардың тікелей қол көтеру, зорлық, зомбылық әрекеттерін жасауға итермелейді, мәжбүрлейді, сондай әрекеттер жасайды. Соның арқасында төрт қабырғаның ішінде осындай бір ситуация жабылып қалу, бұл негізі дұрыс қалыптаспаған отбасы қарым-қатынас үшін өте қауіпті. Егер отбасыда қандай да бір агрессор болатын болса, яғни қол көтеретін, зиян келтіретін, ұратын, ұрсатын, балағаттайтын, физикалық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан қысым көрсететін кісі болатын болса, онда ол отбасыларда әсіресе осы карантин шарттарында
агрессияға бейім болады, және осындай зорлық зомбылық статистикаларын арттыруы вполне нормальный нәрсе деп ойлаймын. Мен в принципе осындай статистика күткем, что блин, біздің и так отбасы қарым қатынасымыз институтымыз нашар еді, осының арқасында одан да жаман болып кетпесе екен деп. Бірақ ойлағанымдай өкінішке орай шықты. Шын мәнінде кісілер осыда қарым қатынаспен жұмыс істемегендіктен, өзін қалай ұстау керек екенін білмегендіктен осындай проблемаларға ұшырап жатыр. Енді бұл жақта екі мәселе бар ғой, Ереке, тағы бір кішкене тереңдетсек та бұл тақырыпты. Әрине, қазіргі уақытта уже қарым қатынас қалай көрсететінін білмейді, эмоцияларын қалай бөлетінін білмейді, керек емес негативті энергиядан босатуды білмейді. Бірақ тағы тереңірек қарасақ, негізі еркек бала өзі күші бар екенін біледі. Әйел баласының мықты екенін түсініп тұрған кезінде де еркек әйелге қолын неге көтереді? Оның себебі неде болуы мүмкін? Өйткені бұл менің негізі клиенттерімде де, менде жеке консультациялар өтеді ғой. 90% жағдайларда, ажырасқан жанұяларда қол көтеруден қалыптасқан мәселе екен. Сол еркектер фундаментті түрде қолдарын әйелдерге неге көтереді? Ең бірінші себеп это комплекс, Ереке. Яғни өзіне сенімсіздіктің белгісі. Біріншісі. Екіншісі, әйелге қол көтеретін еркектер өз аналарын сыйламайтын, жақсы көрмейтін еркектер болады. Осыған байланысты зерттеулер бар, өйткені әрбір ренжіген, әрбір агрессивті ер кісінің ішінде ренжіп қалған бір бала отыр дейді. В каждом агрессивном человеке живет обиженный ребенок дейді. Ренжіген бір бала отыр. Балалық кезінде ана тарапынан дұрыс мейірім көрмеген адамдар, ана тарапынан сүйіспеншілік көрмеген адамдар, өз анасы тарапынан қолдау көрсетілмеген адамдар, өз анасы тарапынан қол жұмсалған, қол көтерілген, ұрылған еркектер өскен кезде, қаншалықты өскен кезде анасына жиналып қалған, сол обида, анасына жиналып қалған реніш, өкпе, ызаның барлығын әйелдерден шығарады. Яғни сол проблемаларға жалпы әйелге деген ренішін үйленген кезде қолы жететін, әлі жететін кісіден шығарады. Өйткені бұрын бала болған, кішкентай болған, өз анасына қол көтере алмайды, анасынан ақысын ала алмайды, анасына қайтара алмайды. Не істейді? Барып оны әйелден шығарады. Және қазіргі таңда, мысалы, ондай агрессив ренішті еркектер негізі психологиялық тұрғыда емделу керек, оны түсініп қабылдау өте қиын. Ол мысалы қазір оларға қарасаңыз, олар ойбай, мамасын жақсы көретін, сыйлайтын, бір айтқанын екі етпейтін, әсіресе егер мамасы ана келін оңбаған, келін сорлы, келінді былай ұстау керек, жан шығару керек десе, именно сондай агрессивті сөздерін, тапсырмаларын екі етпей орындайтын еркектер. Яғни бұның барлығы қайда алып келеді? Сол агрессияны, сол ренішті әйелінен, баласынан шығаруға бейім болатын болады. Сонымен қатар сенімсіз еркектер агрессияға бейім болады. Яғни жұмысында сәтсіз, кәсібінде сәтсіз, қай жағынан сәтсіз, өзінің ортасында сыйлы бола алмаған еркектер. Мысалға біз кейбір кезде, мен ойлаймын, андай достарымыз, таныстарымызбен араласып отырған кезде, кейбір кезде былай тиісеміз, әңгімелесеміз, прикол тастаймыз, әсіресе лицейский приколдар кейбір кезде қатты өтуі мүмкін. Бірақ психологиялық тұрғыдан өзінің ортасында сый, құрметке ие бола алмаған еркектер үйде сол сыйды, құрметті, авторитетті талап ету үшін, қамтамасыз ету үшін әйелдеріне қол көтеретін агрессияға бейім болады. Мен де бұны тұрақты түрде тренингтарда да айтып тұрамын. Негізі менің сабақтарым осы стресстен құтылу мәселесіне еркектер келген кезде өте қуанамын. Өйткені өздерінің сенімсіздік, қорқыныш, шектеулерінен тыс болып, жоғары көтерілген кісілер ғана дамуға ие болады, даму мүмкіндігін болады және өздерінің толық өмірлерін ауыстыра алады. Ал енді бұл тақырыптың екінші жағына қарайық, Ереке. Негізі, қыз бен еркек кездесіп жүрген кезде ол факторлар көрінбеу мүмкін емес қой, бұлар көрінеді, Енді еркек шешесінен ренжіген болсын, бір травмалар болған болсын, қыз балалар ондай еркектерге неге алдын ала былай, оны түсіне тұрып күйеуге шығады. Немесе күйеуден шыққан кезде бұндай еркектерде неге кетпейді? Жылдар бойы шыдап жүреді ғой. Жақында ғана хабардан көрдік, бір кісі жанұясы қызы жанып кетті, қайтыс болып кетті да осы. Балдарымен әйел өртеп тастады ол. Олар не үшін шыдайды? Соған таң қаламын да мен. Әйел балалар жылдан жылға, бұл бір күн қайталанған, бір күннен ғана болған мәселе емес қой. Жылдан жылға қайталанатын мәселе. Не үшін шыдайды? Алдын ала не үшін қабылдайды ондар еркектерді? Және ары қарай неге шыдап жүреді?
Мгм. Енді еркектердің бойындағы психологиялық проблемалар аналарына байланысты болатын болса, қыздардың бойындағы, әйелдердің бойындағы проблемалар көбінесе әкелеріне байланысты болады. Яғни бала кезінде, қыз кезінде әке мейірімін көрмеген, әкесі еркелетпеген, әкесі мақтамаған, әкесі қолдау көрсетпеген қыздар осылай еркектерге тәуелді, еркекке қарсы сөз айта алмайтын, өзіне сенімсіз өтеді. Яғни бұндай тирандардан ажыра алмау себептерінің біреуі де, мен бұл кісіден кетсем жалғыз қалып қоямын. Мен бұдан да жақсысына лайық емеспін. Мен өмір осылай қор болып жүру керекпін. Мен өмір осылай шыдап жүру керекпін. Енді бұл маған күйеу болып қайтаға менімен бірге тұрып жатқанына рахмет. Мен соншалықты оңбаған әйелмін, менімен ешкім тұрмайды, мен ешкім жақсы көрмейді, мен ешкім керек емеспін деген психологиядағы әйелдер болады көбінесе. Бұлардың барлығы да бала кезінде әкелері тарапынан қолдау көрмегендіктің нәтижесінде болады. Яғни қызым, айым, күнім, принцессам, алтыным деп мақтамаған кезде, сыйламаған кезде, қыз баланы қолдамаған кезде, қыздар кейін өмірге шыққан кезде, яғни отбасынан шыққан кезде, айналасында қоршаған еркектерге қарсы әлсіз болады. Осал болады, яғни уязвимый болады бұндай нәрселерге. Өйткені әйелдің ішінде, қыз баланың ішінде қарама қарсы жыныстан, яғни ер кісіден илтипат көру, мақтау есту, бұл табиғи қажеттілік. Және бұл қажеттілік бала кезінде, яғни әсіресе переходной возрастқа дейін әкесі тарапынан толыққанды берілмесе, онда сол қажеттілігін өскен кезде айналасындағы еркектерден іздейді. Және ер кісілердің сәл бір мақтап жібергені, сәл бір күліп жібергені, сәл бір қолдау көрсеткені, сәл бір комплимент айтып жібергеніне тез былай айтқан кезде еріп кетеді, беріліп кетеді. Ал наоборот, әкесі тарапынан сүйіспеншілік көрген, мақтау естіген қыздар, қолдау көрген қыздар, еркелетілген қыздар өскен кезде өзіне сенімді болады. Өйткені еркек тарапынан илтипатқа тойғандықтан бұлар шынайы өмірде өзіне өмірлік серік іздеген кезде уже оның илтипаттары, комплименттері, жылы сөздері, вниманиясын қатты мән бермейді оған. Яғни одан да артық, то есть оның барлығы уже само собой по умолчанию болу керек, бірақ менің күйеуім болатын болса, одан артық маған не бере аласың? Жұмысың бар ма? Өмірдегі армандарың бар ма? Мақсаттарың бар ма? Ұстанымың қандай? Құндылықтарың қандай? Сенімдісің ба? Сенімді емессің ба? Деген сияқты. Жаман әдеттерің бар ма? Темекі шегу, арақ ішу, ойын ойнау деген сияқты. Сондай маңыздырақ құндылықтарға назар аударатын болады. Енді әрине бұл жанұяның табысты және жетістікті болу үшін бұлар маңызды. Бұларды бағалау керек. Яғни қандай әйелдер, осындай әйелдер соған шыдайды. Неге шыдайды? Өйткені ер кісілер тарапынан внимание қажет етеді. Өзіне сенімсіз, өзін жақсы көре алмаған қыздар бұған мән береді. Үйленгенге дейін агрессияны байқауға болады ма? Негізі болады. Яғни оның белгілері бар. Мысалға, ер кісіге сіз егер бізді үйленбеген бойдақ қыздар болатын болса, бойдақ қыз келіншектер болатын болса, қарындастарыңыз болатын болса, кездесіп жүрген, танысып жүрген, араласып жүрген еркегіңізді былай істесеңіз болады. Оны қызғандырыңыз. Қызғаныш кезінде еркектің реакциясына қараңыз. Ұрып, соғып, бытшын шығарып, бәрін жан-жақ қиратып жатса, агрессия бейім болса, бұл еркектен қашыңыз. Шынымен, ол сізді жақсы көргеннен оны жасалатқан жоқ. Ол патологиялық. Өйткені мен студент кезімде бір оқиға айтып кетейін, қысқаша, кешіріңіз, сөзіңізді бөліп, қазір айтып қалдыңыздар, тура көзім алып келіп қалды. Мен енді студент кезімде өте жынды болатын, өйткені жамбылдықпын, ол жақта ұрыс төбелеспен ұсып шықтым, бірақ кейін психологиялық тұрғылар, психологиялық практикалар арқылы өзіммен жұмыс істедім да, бұдан көбінен құтылуға тырыстым, көбінен құтылдым. Бірақ сіз айтқаныңыздай бір студент кезімде уже университет бітіріп қалдым. Қазіргі әйелімді ол кезде енді дос болып жүрдік. Қызған қалында барып жұмыстастарымен бір топ, төртеумен бір аталап төбелестім. Халық алдында быт-шыт, ұят, әйелім қызарып ол кезде кетші, болды, қарым-қатынас бітті деді. Қазір құдайға шүкір 3 баламыз бар. Ереке, сіз енді қазір сіз, яғни сондай әрекеттер жалпы психология, патология. Яғни емделеді ме, емделеді, түзеледі ме, түзеледі. Бірақ адам сол моментке байқау керек. Одан кейін мынандай еркектерден қашу керек. Мен сен үшін өлемін деген еркектерден қашу керек. Өзін бағаламайтын, өзінің өмірін бағаламайтын,
бір адам үшін өзін пида ете салатын еркектер, бұлар мен сені өлемін деген ұстады апас қауіпті еркектер. Өйткені неге сен біреу үшін өзіңді өлтіруге дайынсың? Yani бұл еркектер мынандай типтағы адамдар өмірінде сүйіспеншілік, мейірім, махаббат көрмеген, бір қызды тауып, мен саған өмірімде көрмеген бүкіл махаббатымды, сүйіспеншілігімді берем, сенен одан екі есесін күтем. Уловка қайда? Сенен одан екі есесін күтем. И сен үшін өлуге дайынмын деген адамдарда обычно өте үлкен ожидание болады. Енді мен бұл қыз үшін өлуге дайынмын ғой. Ертең бұл қыз мен үшін не то что өлуге, өліп тұруға дайын болады, менің бір айтқанымды екі етпей орындайды, мен әмір жүрмін, өйткені мен жақсы көремін, өлуге дайынмын. Яғни бұның астарында негізі мен сені керек болса, яғни өзім үшін, яғни өлтіруге де дайынмын деген сөз. Өлтіруге де дайынмын деген сөз. Яғни бұндай психология еркектерден бұл агрессияның белгісі. Осындай белгілерге қарап, ер кісілерден ұзақ болыңыздар, аулақ болыңыздар. Яғни шын мәнінде өзіңізді жоғары бағалаңыз. Мысалы біз айтамыз қыздарға қарапайым бол, кішіпейілім бол дейміз да, бірақ негізі ол дұрыс емес. Яғни қазіргі таңда әйелдерді андай требованиялары өте жоғары, стандарттар өте үлкейіп кеткен деп мысалы көп адам кінәлайды. Мен онымен келіспеймін, психологиялық тұрғыдан бұл дұрыс емес. Өйткені сіздің стандарттарыңыз, ожиданияларыңыз қаншақты төмен болатын болса, сізге деген отношение одан да төмен болады. Бірақ әйелдің стандарты неге төмен болу керек, Ереке? Қалай? Әйелдің стандарты неге төмен болу керек деймін да? Неге болу керек? Шетелге шығамын десе неге шықпау керек? Өз балаларын жақсы мектепте оқытып, жақсы киіндірейін десе неге болмау керек ол? Мен онда еркектерден таңғаламын. Сол үшін әйелдерге енді көбінесе отбасында енді агрессияны көрсететін, орнататын еркек болғандықтан әйелдерге айтарымыз, ондай агрессияға бейім қол көтеретін, ұрып соғатын еркектерден қашыңыз. Ертең қашыңыз, бүгін қашыңыз. Өйткені ондай қарым-қатынас не сізге, не балаңызға ешқандай жақсылық әкелмейді. Сіздің денсаулығыңыз бұзылады, психикаңыз құртылады, баланың психологиясы травмированный болады. Өскен кезде агрессия көріп өскен балдар агрессия көрсетуге еркін болады. Өйткені ол мысалы үйленеді, отбасында проблема болды, шешейін десе, оқымаған, өзін дамытпаған, жетілмеген, курстан өтпеген кезде шешейін десе, сразу әке шешесіне түседі. Менің әкем бұл проблеманы қалай шешетін еді? Шешеме шапалақпен бере салатын еді, шешем отыратын еді орында. Мен неге қиналады? Мен де шапалақпен бере салайын дейді да, әйеліне қол көтеруге бейім болады. Яғни сол үшін әйелдер бұндай агрессорлардың қасында көп тұрмау керек, абай болу керек. Бұл ертең өзіңізге де, балаңызға да өте қатты кері әсер етеді. Яғни мені көремендер қате түсініп қалмасын. Яғни бас салып қазір бәріміз ажырасайық, сәл ұрысып қалсақ, ренжісіп қалсақ, отбасы бұзылсын ба деген ойда болмасын. Яғни үйден кетіңіз және күйеуіңізге мынандай шарт қойыңыз. Мен сенің балдарының әкесі ретінде сенімен бірге тұрғым келеді. Бірақ сенің қол көтеру әрекеттерін бізге ешқандай пайдасы келмейді. Бізбен бірге тұрғың келсе, бар, емдел, курстардан өт, тренингтерден өт. Как раз екі ержанды тыңдаған едім, біреу стресстен құтылады, біреу психологиядан құтылады. Sonra күйеуіңе бар, терапиядан өт, одан кейін кел. Яғни кел, тұрайық, жарайды, мен сені кешіруге дайынмын, жарайды, бірге тұруға дайынмын, жарайды, отбасы болу оңай емес, мен оны түсінемін. Бірақ күйеуіңіз емделмегенше, мына аурудан арылмағанша, ойбай амал жоқ деп, балдар үшін ни в коем случае тұрмаңыз. Реально балдар керек болатын болса, семья керек болатын болса, ер кісі өзін қолға алады, емделеді, түзеледі, одан кейін қайтып келіп қосылады. Ал жоқ, тұрсаң тұр, тұрмасаң тұрма, мен осындаймын дейтін болса, тогда сізді құрметтемейтін, сыйламайтын адаммен, значит, не по пути. Ауысуға дайын болмаған кісіге уақыт жаратпаңыздар. Мен де соны айтып тұрам. Өткенде де айттым. Ұрыспаңыздар, сүйсеңіздер болады бұл кісілерді, сыйласаңыздар да болады, бірақ тыңдамаңыздар және шешім іздеңіздер. Әрдайым шешім іздеңіздер. Енді бұл енді крайность қой, крайность дейді ғой енді. Қол көтеру бір мәселе. Енді күнделікті жанұялардың көбісінде не болады? Мысалы, менде де болды карантинде. Бір шыдам жетпей қалады, ұсақ түсіп, кішігірім бір ұрыстар болып қалады. Бұндай ұрыстарда қалай ойлайсыз? Бірінші қадам, достасу үшін бірінші қадам кім жасау керек? Және ол қадам қалай жасалу керек? Бұл ең маңыздысы, бұл ренжу, сол мәселе шешілсе де, келешекте бұл біздің қарым-қатынасымызға әсер етпеу үшін не істей аламыз, Ереке? Мынаны айтып өтіп кетейін. Сөйлесілмеген, шешілмеген әрбір проблема келесі проблемаға барып қосылады.
яғни кәдімгі қар домалап үлкейген сайын, есейген сайын, тура сол сияқты кішкентай проблемалар уақытылы шешілмесе, кешірім сұралмаса, орнына қойылмаса, ол ары қарай үлкейе береді де, келесі проблема қосылады. Мысалға, не болады? Көп семьяларда сіз айтқандай бір нәрсеге ренжіп қалып ұрысып қалады, одан кейін бір күн, екі күн, үш күн сөйлеспей жүреді. Одан кейін үйтіп әйтеуір бала бар, шай бар, тамақ бар, күнделікті бір әңгімелер бар, әңгімелесіп кетеді. Одан кейін вроде нормально сөйлесіп жүреді. И күйеуінің ойында мысль пайда болады да, блин, өткендегі проблема не болды сен? Кім прав, кто виноват? Сөйлесу керек еді деп. Қош сөйлеспей ақ қояйын, тату-тәтті отырмыз ғой, қазір қайтадан ренжіп қаламыз дейді да, көтермейді проблеманы. Әйел айтады, ё-моё, 3 күн бұған ренжідім, сонда әшейін сөйлесе аламыз ба? Ана проблема талқылау керек еді, қайталанбас үшін. Кто прав, кто виноват? Қош құрсын, қазір сөйлесек қайтадан ренжіп қаламыз дейді да, ол да көтермейді. Сөйтіп жүре береді. Негізі бұлар бір-біріне жақсылық жасап жатырмыз деп ойлайды, но на самом деле это ереке медвежья услуга дейді. Яғни жамандық әкелетін бір жақсылық. Сіз сол сәтте рахаттанып ары қарай тату-тәтті өмір сүресіз, отношения бұзылғыңыз келмейді. Бірақ ана проблеманы сөйлеспегендіктен, әрқайсысын өз орнына қоймағандықтан, ол кейінгі проблемаларға еселеп қосыла беретін болады. Енді сұраққа келетін болсақ, кешірім кім сұрау керек? Кешірімді кім виноват болса, сол сұрау керек. Енді виноваттықты қабылдау қиын ғой ерге, мүмкін де емес, шын айтатын болсақ. Әр адам өйткені өз көзқарасынан қарайды, өз жағынан қарайды, ол виноват, мен виноватпын деп ешкім көрмейді ғой өзін кінәлі. Негізі адам өзінің кінәлі екенін біледі негізі. Негізі кінәлі екенін біледі әрбір адам. Егер енді ұятын жоғалмаған, ожданы өліп қалмаған, кәдімгідей бір бетсіз лицемер болмайтын болса, среднестатистический адам өзінің кінәлі екенін біледі, қателі екенін біледі. Оған сол қателікті мойындауға намыс жібермейді, гордость жібермейді. Мен неге бұны айтып жатырмын? Мысалға, егер көп психологтар айтады, енді әйел жұмсақ болу керек, әйел кешірім сұрау керек, әйел кішкене еркектен бір қадам төмен болу керек дейді. Бұл стандартный қазақстанский шаблон, проблемаларды шешу шаблоны. Бірақ бұл шаблон ешқандай жақсылық алып келмейді. Әйел егер кінәлі болса да болмаса да әрдайым кешірім сұрай беретін болса, бұл еркекті есейте береді. Еркек одан есейіп кетеді, есіреп кетеді. Яғни ол күшті екен, мен айқайлай салам, менен кешірім сұрады. Мен ұра салам, менен кешірім сұрайды. Мен кешкі түнгі бір-екіге дейін жүріп ренжісіп қаламыз, менен кешірім сұрайды. Әйел кешірім сұрай берсін деп жүреді. Әйел балада өзін бағалау деңгейі түсе береді. Яғни әйелдің самооценка түсіп қалады бұндай кезде, мысалы, кешірім сұрайтын. Наоборот да болады, кейбір кезде постоянно әйел кінәлі болады да, сөйтіп еркекке қойш дейді да, бар кешірім сұрай бас ие береді. Яғни кінәлінің алдында әрдайым кешірім сұрай беру оның кінәсін арттыра береді. Сізде бір күн шыдамыңыз бітеді, құрсын, бітсін, кетсін, керек жоқ, шаршадым дейсіз да, кетіп қаласыз. Жоқ, кім кінәлі болса, сол кешірім сұрау керек, жауапкершілік. Мысалға, екеумізде арамызда бір конфликт болып қалды, сіз мені семинарға шақырдыңыз, сөйтіп мен айтты, ереке қойшы, қайдағы семинар, миды қатырмашы, короче, уақытым жоқ деді. Сіз ол тікелей эфирге шықтыңыз да, одан кейін, вот мен ерекені тікелей эфирге шақырдым, өзінше болып кетіпті, адам мен сенбейді екен, алтта маласа жауап берді деп, мысалы, бүкіл халыққа жариялайтын жеріңіз, мысалы. Яғни бұндай әрекетіңіз дұрыс емес, сіз кінәлісіз, по идее, сіз кінәлісіз, иә? Бірақ менің бұл сөйтіп біз екеуміз сөйлеспей қойдық, ренжісіп қалдық бір-бірімізбен. Сөйтіп мен ойландым да, ереке сияқты жақсы досым бар еді, той достасайын. Негізі ереке виноват, что при всех меня опозорил, бірақ бұл әрекетте менің 20% жауапкершілігім бар. Қандай жауапкершілігім? Мен оған грубо жауап бердім. Қандай жауапкершілігім? Мен оның өтінішін жерге тастадым. Қандай жауапкершілігім? Мен негізі келе салсам болатын еді ғой деген ұстаным. Яғни мен сол 20% жауапкершілігімді ойланып тұрып, бірінші қадам жасай аламын. Керемет. Яғни ереке өткенде осындай жағдай болып қалды, сіздің істегеніңіз дұрыс емес, бірақ менің осы әрекетім соған итермелеген сияқты дейміз. Бұл кінәні мойындау емес, бұл жауапкершілік қабылдау. Сол үшін ерлі зайыптар арасында да кім ақылдырақ болатын болса, мысалы, кейбір кезде сіздің жолдасыңыздың ақылы санасы жетпеуі мүмкін, эмоциясы, намысы бермеуі мүмкін, кінәлі бола тұра кешірім сұрауға қиналатын жағдайлар болады. Ондай кезде оқырмандарға, көрермендерге менің ұсынысым,
ситуацияны анализировать етіңіз да, бұл ситуацияның ушықтан кетуіне сіз қандай әрекет жасадыңыз, соның жауапкершілігін қабылдаңыз. Менің мына жерде дұрыс емес болды. Бұл кінәні қабылдау емес, жауапкершілік қабылдау. Автоматты түрде сіз сондай бірінші қадам жасаған кезде, сіздің жолдасыңызда, ол еркек болуы мүмкін, әйел болуы мүмкін да, жоқ, негізі қателік менде артық кетіп қалдым, айбетте кешірім. Өзі қабылдайтын болады, иә. Иә, өзін қабылдайтын болады. Яғни оның негізі кінәсін түсініп отыр, бірақ қабылдауға, соны айтуға еркектік намыс, кейбір кезде әйелдік намысына, гордость, эго жібермей тұрады. Бірақ сіздің осындай кішігірім бір қадамыңыз сол эгоны жеңуге және жан жақты жауапкершілік қабылдап, кешірім сұрап, тату-тәтті өмір сүріп кетуге алып келеді. Кәсіпкерлікте бір мықты техника бар. Переговор жүргізуде сохранить лицо собеседника дейді. Сол қарсыласына сол өзін эгосын сақтап қалу мүмкіндігін берсең, ол сен үшін үлкен қадам жасауға дайын болады. Бұл да сол ғой. Ереке, енді мына ұрыс мәселесіне келдік, иә? Әйел мен күйеуі жұбайлар ұрысып тұрған кезде балалар бұған куәгер болып қалса, иә? Одан кейін мысалы күйеуі мен әйелі достасты. Бұл мәселе балалармен талқылану керек па? Бұл мәселе балалармен талқылану керек, және балалардың алдында ұрысып қалған кезде ұрыспауға тырысыңыздар. Өйткені әке-шешесі ұрысқан кезде балалар 100% өздері кінәлі деп ойлайды. Яғни менің кесірімнен ұрысып жатыр, мен бір нәрсе бүлдіріп қойдым, мен керек емес адаммын, мені значит ата-анам жақсы көрмейді дейді. Екіншісі, баланың өміріндегі ең жақын, ең сүйікті екі адам ұрысып жатқан кезде, бұл бала үшін өте үлкен стресс. Яғни мысалы, әке-шешесі көп зерттеулерге сүйенетін болсақ, әке-шешесі көп ұрысатын семьяларда балалар ауыршаң болады, жиі ауырып тұрады. Мысалы, бір статистика. Соны ескеріңіздер. Енді сондықтан ұрысып қалған кезде бала келіп ата-анасын проблеманы шешуге тырысады, сөйлесуге тырысады, балаларға срываться етпеңіздер. Бір. Екіншіден, балаларға айтыңыздар. Балам, біз қазір папаңызбен ұрысып қалдық, ренжісіп қалдық, но ты здесь ни при чем. Балалар, біз қазір 2-3 күн ата-анамен мамаңызбен сөйлеспей жүрміз, арамызда бір проблема бар, түсініспеушілік бар, бірақ бұл сіздің кінәңіз емес. Біз бір-бірімізбен ренжісіп қалсақ та, біз сізге екі жақтан мен толыққанды әке бола беремін, мамаларым толыққанды ана бола береді, в этом ешқандай проблема жоқ. Бұл екеуміздің арамыздағы мәселе деп, балдарға ашық түрде айтыңыз. Бір жағынан сіз баланы стресстен, өзінің кінәлі сезуінен құтыласыз. Екіншіден сіз балаға отбасылық проблемаларды шешудің жолын көрсетесіз. Ер кісілер проблема бар екенін, то есть ересектер проблема бар екенін мойындай алады, қабылдай алады, өзара сөйлесе алады, кейбір кезде 2-3 күн сөйлеспеу мүмкін, ренжісіп қалуы мүмкін, бірақ кейін мәмілеге келе алатынын балаға үйрететін боласыз. Сол кезде балалар өздерін рахаттанып сезінеді. Екіншісі, проблема біткеннен кейін татуластыңыз, сөйлестіңіз, әңгімелестіңіз, шештіңіз, барып қол ұстасып, құшақтасып, сүйісіп, балалардың алдына шығыңыздар. Құрметті балаларымыз, 2 күн бұрын басталған кризис міне бүгін бітті. 2 күн бұрын басталған проблема бүгін татуластық, шештік, мен мамаларымды жақсы көремін, мен папаларымды сыйлаймын, ешнәрсені уайымдамаңыздар деп балаңызды рахаттандырыңыздар. Өйткені адам психикасына ең ауыр тиетін нәрсе белгісіздік, неопределенность, неизвестность. Мысалға, карантиннен үлгі берейік көрермендерге. Мысалға, президент жариялады, не болады деді, карантин болады деді. Бірақ карантин біткені айтылмаса, ол халықта стресс туындатады. Карантин басталды, қашан бітеді? Мысалы, 11-і бітеді ме екен, бітпейді ме екен, жағасады ме екен, жағаспайды ме екен, не болады екен деген сияқты біз мемлекеттік қызметкерлерден, басшылардан постоянно бір жауап күтіп отырамыз. Мәлімдеме күтіп отырамыз. Олар қашан шығып ресми түрде болды, карантин бітті, осы күні бітеді деген кезде бүкіл халық уф дейді, рахаттанып қалады. Тура сол сияқты сіздің араныздағы проблема қашан бітті, қашан басталды, жалғасып жатыр ма, тоқтады ма, балдар оны білу керек. Білген кезде олар да психологиялық тұрғыдан рахаттанып қалатын болады, жеңілдеп қалатын болады. Ары қарай бұл проблема ушықтанбайтын болады. Керемет. Мына жақта Ереке, сұрақтар өте көп келе жатыр. Сондықтан блиц жасайық. Әр сұраққа 1 минут. Қараңыз, бірінші сұрағымыз сізбен длительный терапия, бірінші сұрақ емес бұл, 1 секунд. Бірінші келген сұрақ. Міне. Әрдайым ісіңізден 1 минус тауып айта беретін күйеуге не істеу керек? Күйеу де болсын, әйел де болсын, сіздер басқан қадамдарыңыз, жанұяда жасалған қадамдарын тек минустарын көре беретін және соны айта беретін
партнермен не істеу керек? Мынаны жасау керек. Во-первых, бұл критиканы білдіреді. Постоянно минус табу бұл критика. Критика ерлі зайыптылар арасында қарым қатынасты құртатын 4 негізгі фактордың біріншісі. То есть егер критика, екі жақты критика болатын болса, значит отбасы қарым қатынас нашарлап барады. Не істеу керек? Күйеуіңізге бұл әрекетін ұнатпайтынын айтыңыз. Яғни спокойно айтыңыз, айқайламай, ақталмай, жауап бермей, ұрыспай, спокойно айтыңыз. Там мысалға Мақсат, Ерлан, Қайрат, сен постоянно осындай менде кемшілік табасың, бұл кемшілік табу әрекеті мені шаршатады. Қандай сезімдер бар ішіңізде? Бұл туралы не ойлап жатсыз? Қалай қиналып жатқаныңызды тілмен жеткізіңіз, айтыңыз, ішіңізде сақтамаңыз. Көбінесе mesela критика жасаған кезде, кетші бар, өзіне қарашы, не болды? Саған ештеңе жақпайды. Бұл проблема шешу емес. Бұны айту арқылы сіз өзіңіз сезімдеріңізді білдіріп жатқан жоқсыз. Шынайы түрде өзіңіздің сезімдеріңізді білдіру арқылы сіз жолдасыңыз, күйеуіңіз тарапынан сізді түсінуін қамтамасыз ете аласыз. Ал егер тек қана ақтала беретін болсаңыз, сезімді толық айтпайтын болсаңыз, онда күйеуіңіз ешқашан сізді түсінбейді. Сонымен қатар түсінбейді мүмкін, оны байқамау мүмкін ғой Ереке, өзінің критика жасап жатқанын байқамау да мүмкін. Байқамау мүмкін, ол байқамау мүмкін, плюс еще сіздің жақсылығыңыз үшін жасатқан болуы мүмкін. Иә. Кейбір кезде, яғни әйеліңде проблема айтпасаң, мынандай бір түсінік бар, әйелге проблема шығармасаң, әйел проблема шығарады дейді. То есть постоянно оған бір кемшілік, бір критика, бір проблема айту керек, чтобы ол не расслаблялось дейді ғой. Сондай бір қате кемшіліктегі еркектер де бар. Бұл да дұрыс емес, мен бұны ни в коем случае қолдамаймын. Поэтому сіз не сезінетініңізді, бұл мәселе не ойлайтыныңызды толыққанды айтыңыз, өзіңіздің позицияңызды көрсетіңіз, реніштеріңізді білдіріңіз. Және де мынандай динамиканы байқаңыз. Оказывается, бақытты мен бақытсыз отбасылардың арасында үлкен бір айырмашылық жоқ, Ереке. Бақытты отбасыларда, бақытсыз отбасылар сияқты ұрсады, ренжіседі, проблема талқылайды, конфликтовать етеді, барлық нәрсе бар. Единственный бақытты отбасылар 5-1 деген динамиканы ұстанады. 5-1. Яғни 5 позитивте 1 негатив. 1 негативте 5 позитив. Осы динамика ұстанған кезде негативтің, яғни бұл кемшілік табу болсын, критика болсын, ұрсу болсын, ренжісу болсын, негативтің әсері тез жойылады. Ал егер бір рет ренжіттім, бір рет кешірім сұрадым, бір рет ренжіттім, бір рет кафеге апардым, сөйтіп жүретін болсаңыздар, онда негативтің әсері әрдайым жоғарылап болады, және осында жасаған майда-шүйде жақсылықтар сезілмейтін болады. Сол үшін осы динамиканы ұстансаңыз, күйеуіңіздің сіздің бойыңыздағы тапқан кемшіліктерін сезілмейтін болады, байқалмайтын болады. Мүмкін басқа да жақсылықтары бар шығар, соны көруге тырысыңыз. Ал Ереке, уже мына ұрыс төбелеске шаршаған, егер бірдеңе болып қалды, немесе түсініксіз бір жағдайдан, осы карантин кесірінен, қазір ажырасып жатқандарды өте көп қой. Сұрақ келіп қалды, еркек жанұядан кетіп қалса, не істей аламын дейді. Не істей аламын? А почему вы думаете, что бір нәрсе... Почему вы думаете, что бір нәрсе істеу керек? Самооценкаңыз жоғары болсын, еркек үйден кетіп қалды ма, окей, ол еркекті ұмыту керек, ол еркекке ол қарым-қатынасы, ол отбасыға крест қою керек. Сізді бағаламаған адаммен ары қарай онсыз қалай өмір сүретініңізді соны ойлау керек. Яғни күйеуім кетіп қалды, не істеймін емес. То есть не істеймін деген сұрақтың екі бір несі бар, подконтекст бар. Яғни қалай қайтарып алам, ойбай күйеуім кетіп қалды деген сияқты. Немесе кетіп қалды, окей, ол мені бағаламайды. Зачем маған ондай адам? Ары қарай қалай өмір сүре аламын? Енді өмірде не істей аламын деген сияқты. Яғни сізді бағаламайтын еркек кетіп қалған кезде бұның ішінде жақсы нәрсені көруге болады. Сізде әр адамға қажет керемет нәрсе пайда болды. Свобода. Сіз еркінсіз. Өзіңіздің армандарыңызды, мақсаттарыңызды реализовать ете аласыз. Постоянно сізді мазалап, кедергі болып, абуза болып жүрген адамнан құтылдыңыз. Қайта қуануыңыз керек ондай адамнан құтылған кезде. Если невеста ушла к другому, еще неизвестно, кому повезло. Вот. Яғни, ни в коем случае жертва болмаңыз. Яғни, намысыңызды ұстаныз, гордость болсын, самооценкаңыз жоғары болсын. Өйткені, по идее, психологиялық тұрғыдан қиын негізі. Мен оны түсінемін. Яғни, тем более, егер 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл бірге тұрған болсаңыз, сол адаммен ол кетіп қалса, жас бір әйелге кетіп қалуы мүмкін, басқа кісі кетіп қалуы мүмкін. Оның барлығы әрине не приятно, оның барлығы әрине жағымсыз нәрселер. Бірақ сонымен қатар сізді бағаламаған адамды
уайымдау, оны ойлау, оны іздеудің ешқандай мағынасы жоқ. Мүмкін кетіп қалып, кішкене жүріп, қателігін түсініп, тәубесіне келіп, қайтып келіп кешірім сұрау мүмкін. Ондайға ашық болыңыздар, жарайды ештеңе демеймін. Бірақ кетіп қалды ғой деп, артынан жүгіріп, истерикаға түсіп, паникаға түсіп, депрессияға түсудің керегі жоқ. Оның жақсы жақтарын көруге тырысыңыз ситуацияны. Ондай жағдайларда маған хабарлассаңыздар болады, достарым, мен құтқарамын. Стресске шығып, депрессия туылып, бірден өмірлік жоспар жасауға. Енді достарым, Ереке, бұдан қалыптасатын тағы бір қызық сұрақ. Уже мысалы кетіп қалды, күйеуіңіз немесе әйел кетіп қалды да жанұядан. Әрі қарай жаңа қарым-қатынас құру керек па, керек емес па? Керек болатын болса, ол үшін қандай қадамдар жасалу керек, иә? Келесі жанұяда бұл процестер қайталанбай, екеуміз білеміз ғой, ана модель шешілмеген болса, бұл келесі жанұяда да қайталанады. Сондықтан қандай қадам жасалу керек? Қысқаша соны жауап берсеңіз. Жалғыз қалып қалған болсаңыздар керек. Негізі бізде ондай қоғамда қате стереотиптер бар, там ажырасқан әйел, көбінесе әйелдер бұны из-за этого страдают, яғни ажырасқан еркекпен үйленбеймін деп айтпайды, бірақ ажырасқан әйелмен үйленбеймін деп айтатын еркектер бар. Сол үшін ажырасқаннан кейін әйелдер ешқандай қарым-қатынас ойламайды, жеке өмірін ойламайды, полностью өзін балаға бергісі келеді, жұмысқа бергісі келеді. Сөйтіп осы проблеманы ұмытып, травмадан шыққысы келеді, депрессиядан шыққысы келеді. Бірақ бұл дұрыс емес. Сізді күйеуіңіз тастап кеткен болса, сізді басқа бір ер кісі таба аласыз, қарым-қатынаста бола аласыз, отбасы құра аласыз, басқа бір отбасы одан да бақытты бола аласыз. Бұның үлгілері өте көп. Мен танитын кісілердің арасында да ондай ситуациялар бар. Адам ажырасып, қайтадан үйленіп, бақытты болып кеткені. То есть бір рет неудачный брак өмір бойы сіз неудачный боласыз дегенді білдірмейді. Екінші, отбасыда бақытты болу үшін не істеу керек? Бірінші, отбасыда не істедіңіз, соны істемеу керек, не істемедіңіз, соны істеу керек. А так, в принципе, скорее всего, сіз таңдағанда қателестіңіз. Екінші таңдаған кезде дұрысырақ таңдаңыз. Алдыңғы күйеуіңіздегі қасиеттер ол кісіде болмауын қамтамасыз етіңіз, соған байқаңыз. Және әр сәтіңізде, әр жасыңызда бақытты бола алатыныңызға сеніңіз. Яғни 40 жаста да үйленіп бақытты бола аласыз, 50 жаста да үйленіп бақытты бола аласыз, 25-30 жаста да тем более ажырасып, одан да жақсы адам тауып бақытты боласыз. Балаңызбен де бақытты боласыз, оған сеніңіз, бұл өте маңызды. Яғни мен бір рет мынандай бір зерттеу естігем, Қазақстанда ма емес пе білмеймін, нақты Қазақстанда емес. Мысалы, ажырасқаннан кейін, тем более егер үйде отырған әйел болатын болса, жұмыс істемейтін әйел болса, табысы жоқ әйел болатын болса, ажырасқаннан кейін жаман жолға түсетін әйелдер көп болады. Яғни, мен ешкіммен керек емеспін, мен ешкім жақсы көрмейді, ешкім үйлене алмаймын, бірақ ақша табуым керек бәрібір деп жаман жолға түседі. Ондай жолға түспеңіздер, өзіңіздің ар-намысыңызды қорғаңыздар. Сізді жақсы көретін, сыйлайтын, құрметтетін ер кісі обязательно табылады. Яғни ең бірінші қадам, кетіп қалған күйеуіңізді немесе әйеліңізді ұмытыңыз, яғни сызып тастаңыз. Одан кейін мүмкін болса бір психотерапиядан өтіңіз. Кейбір кезде осындай ситуациядан жалғыз шығу қиын болуы мүмкін. Поэтому психотерапиядан өтіңіз, стресстен арылыңыз, мамандармен хабарласыңыз, өзіңізбен жұмыс істеңіз. Бірінші қадам. Яғни өйткені мысалы бір жараңыз бар, сол жараны кішкентай жара болатын болса, зеленка жағып, ет жағып жүре бересіз. Бірақ терең жара болатын болса, бәрібір дәрігерге бару керек. Сонда сізде де психологиялық тұрғыдан қандай жара, жеңіл жара болатын болса, қойшы дейсіз, өмір сүресіз. Бірақ терең жара болатын болса, мамандарға хабарласып, психотерапиядан өтіп, осыны емдеп алыңыз. Одан кейін жұмысыңызға мән беріңіз, балдарыңызға мән беріңіз. Белгілі бір осы травма өткеннен кейін, белгілі уақыттан кейін айналаңызға қарап, дұрыс қарым-қатынас құруға болатын әйел бар ма, дұрыс қарым-қатынас құруға болатын ер кісі бар ма деп, таныстарыңыз, туыстарыңыз арқылы да осындай қарым-қатынасқа ашық екеніңізді, танысуға дайын екеніңізді білдіріңіз. Солар сізді танитын, білетін адамдар ұсыныс жасаса, қабылдаңыз. Және бұл қарым-қатынасты ни в коем случае сізді өзіңізді қолдануға, использовать етуге рұқсат етпеңіз. То есть онда жаман ойлы ер кісілер де болады. Енді ажырасқан әйел кішкене 3-4 ай жүре тұрайын, қолдана тұрайын, пайдалана тұрайын, одан кейін тастап кетемін дейтін болуы мүмкін. Ондайға жол бермеңіз. Шын мәнінде сізді жақсы көріп, сыйлап, үйленуге дайын ер кісілермен қарым-қатынас құрыңыз. Ереке, тағы бір өте жақсы сұрақ келіп қалды оқырмандарымыздан.
ол маған қолдау көрсетеді дейді әйел бала. Күйеуім мені қолдайды дейді, бірақ мен оны қолдай алмаймын дейді. Мына қолдау көрсете алмаймын дейді. Ондай жағдайларда не істесе болады? Қолдау көрсете алмаймын. Неге қолдау көрсете алмайтыны маңызды. Яғни қолдау көрсететін может бір жағы жоқ шығар. Болады әйел успешный, жұмыскер, ответственный, бәрі күшті қасиеттер. Конечно, оны күйеуі отырып қолдау көрсетеді, мақтай береді. Ал күйеуі мысалы дым істемейтін, үйде отыратын, ешқандай жұмыс жасамайтын, ешқандай жақсы жақтар жоқ, и оны қолдау көрсете алмайтын болсаңыз, енді қолдау көрсете алмайсыздар енді. Ал бірақ психологиялық тұрғыдан какой-то бір ограничениялар болып, аузынан сөз шықпайды, мақтап үйренбеген, ондай бір әдетім жоқ дейтін болса, онда көмектесуге болады. Психологияда Барнум эффект деген нәрсе бар, құрметті көрермендер. Барнум эффект дегеніміз бұл Барнум деген профессор болған. Ол профессор студенттерге психологиядан курс оқиды, сабақ оқиды. Сөйтіп сабақ 6 айлық бір курс біткеннен кейін, бір семестр біткеннен кейін, бүкіл студенттерге 80-100 шақты адам студенттерге жеке-жеке конверт таратады. Сол конверт таратады, сөйтіп конверт ашып қараса, ішінде әрбір студентке жеке-жеке хат бар екен. Құрметті Ержан, сен өте талантты, дарынды студентсің. 6 айдың ішінде мен сенің ерекше екеніңді байқадым. Кейбір кезде кешігіп кетсең де, сабаққа дұрыстап дайындалмасаң да, бірақ сен өте зерексің, тақырыпты біліп отырасың, қол көтеруге ұялатын, қысылатынын білем. Соған қарамастан кейбір кезде белсенділік те көрсетіп қоясың деген сияқты мақтап жазылған. Сөйтіп шыққаннан кейін студенттер сұрайды, мына хат туралы не ойлайсыз дейді. Сөйтіп, мына хат өте күшті, керемет. 100 студенттің ішінде профессор мені қалай байқап қалған, наконец-то менің кім екенімді біреу наконец-то байқап қалған деген сияқты ұстанымдарды болады. Кейін бүкіл хаттарды жинап қараса, оказывается, бәрінде текст бірдей, тек қана аттар өзгерілген. Яғни бұл адам психологиясының мақтауға ашық екенін белгісі. Бізді біреу мақтаса, жоқ, ондай емес, қайдан шығарып демейміз. Я сондай деп, наоборот, сол мақтауға лайық болатын өзімізде қасиеттер іздей бастаймыз. Әрине. Сосын айтады ғой, самооценканы көтеру үшін мақтаңдар дейді. Мақтау естіген кезде адам өзін сол қасиеттерге лайық, сол мақтауға лайық қасиеттер бар ма? Бар екен, дұрыс, негізі бар деп, өзі де сенім пайда болады. Поэтому күйеуіңізді де қолдау көрсету үшін мүмкін реально бір жақсы жақтар жоқ шығар. Бірақ оның іске алатын, қолынан келетін мәселелер болуы мүмкін. Мысалға, сен өте әдемісің десеңіз, ұтылмайсыз. Сен мысалға раковинаны күшті жөндеп бердің десеңіз, ештеңе жоғалтпайсыз. Сен сияқты өте былай жауапты, семьяға берік бір кісі көрген жоқпын, рахмет саған десеңіз, ештеңе жоғалтпайсыз. Элементарный жұмысына бара жатқан кезде жолың болсын, сәттілік саған, Аллах жар болсын, Алла жәрдемшің болсын десеңіз, соның өзі күйеуіңізге не болады? Мотивация болады, қолдау болатын болады. Бұл жақта тағы бір қызық нәрсе қосып кеткім келіп жатыр. Негізі, құрметті оқырмандарым, сіздер өз жұбайыңыздан немесе өміріңізде де біреуден бірдеңе қалайтын болсаңыздар, ол нәтижеге жету үшін ең бірінші мақтаудан бастаңыздар. Мақтау жасаған кездеріңізде ол адамның сана сезімі ашылады, шектеулер алып тастайды да, сіздерді тыңдауға дайын болады, сіздер үшін әрекет жасауға дайын болады. Тағы бір екі кісі сұрақ жазып жатыр, бірақ сұрақтарына сіз негізі жауап бердіңіз ереке. Бір кісі бір рет қол көтерген болса, ол өмір бойы қайталай ма дейді. Жоқ, достар, бағана Ержан мырза да айтып кетті. Бұл нәрселермен жұмыс істеуге болады, барлығынан жоюға болады. Екінші кісі жазып жатыр, егер жігіт маған үйде условия қоя беретін болса, мен одан қашайын ба дейді, иә? Оны да бағана айтып кеттіңіз. Ол көп талап қоя беретін еркек сіздерден де көп талап күтеді. Оны талқылау керек, немесе ол кісіден қашу керек, қарым-қатынас болмаса. Бір маңызды сұрақ қалды менде ереке, өйткені эфирімізді бір 7 минуттан кейін аяқталады. Негізі дүние жүзінде, өткенде бір статистика естідім, дүние жүзінде бір қызық бір факт бар екен. Европа және шетелде қазіргі уақытта 65% жанұя бұл күнделікті біздің білетін классикалық жанұя емес. Ол жақта әйел мен бала болуы мүмкін, әйел жалғыз болуы мүмкін, еркек жалғыз болуы мүмкін, еркек болуы мүмкін, немесе екі әйел болуы мүмкін. Бұл неден болып жатыр, және бұны тоқтата аламыз ба? Әлде бұл дүниенің біздің күнделікті уже бір не болды ма? Енді реальность болды ма? Күнделікті реальность болып жатыр ма? Тоқтата аламыз. Бұл үрдістердің барлығы неден болып жатыр? Жалпы қазір әлемде адамдардың
отбасы қарым қатынастан көңілі қалғандықтан, яғни бала кезінде өзінің әке шешесінің қарым қатынастан, отбасы қарым қатынастан көңілі қалғандықтан, бұлар өскен кезде қарым қатынас құруға, отбасы құруға қатты былай ұнатып қарамайды. Өйткені қойш опять әкем сияқты бір сорлы күйеуім болады, қойш опять анам сияқты сорлы бір әйел болады, қойш онымен күніге ұрысып таласып жүргенше лучше бір бала туып алайын, сонымен бірге жүре берейін. Қойш семьямен мие ашып жүргенше бір ит мысық алып алайын, сонымен бірге тұра берейін. Немесе еркектер ой әйел мені тыңдамайды, одан да өзім сияқты бір еркек тауып алайын, бір-бірімізді жақсы тани түсіне береміз дейді. Әйелдер де солай, еркектер бізді түсінбейді, лучше бір әйел тауып алайын, әйелмен бірге тұра берейін деген ұстанымдар болады. Бұның барлығын егер отбасы институтын қолға алып, қарым қатынасты жөндеп, шынымен енді хадисте айтылған ғой, отбасы деді жәннат бақшаларынан бір бақша. Яғни отбасы, мұсылман отбасы жәннат бақшаларынан бір бақша. А что такое жәннат, что такое рай? Это место, куда всегда хочется идти, и откуда не хочется уходить. Постоянно болғың келетін, қалап тұратын, демалатын бір жер болу керек. Яғни сол ситуация, сол деңгейге біз келтірмесек, ондай үрдіс Европада, Америкада, яда мен де ол жерде болдым, көрдім, естідім. Ондай адамда ондай үрдіс бізге де келеді. Қазіргі таңда мысалға бізде Қазақстанда өте көп гей клубтар бар, лесбиянкалардың клубтары бар, ондай үрдістер бар, болып жатқан нәрсе. Мысалға заңды түрде сіз гей болған үшін сізді ешкім жазаламайды, оның ешқандай шектеу жоқ, ол сіздің адами құқығыңыз ретінде қарайды. Енді барып ЗАГСтан некеңізді қия алмайсыз, бірақ еркін тұра бересіз, ешкім сізге ештеңе айтпайды. Тек қана қоғамның кішкене бұған қарсы бір ұстанымы бар, бірақ отбасылық институт қолға алынбаған кезде, отбасы қарым қатынас қолға алынбаған кезде, бұл үрдіс бізге де спокойно келуі мүмкін. Мемлекетіміз бұл карантиннен шығу жолдарына қадам басып жатыр. Бүгін менің де 2 ай жабық тұрған дүкенім Құдайға шүкір ашылды, кішігірім болса да әрекетіміз басталды. Өте қуандырып жатыр. Сіздер жанұяны, осы 2 айда қандай болса да күйзеліс болды үйде, ұрыс болды, не болған болса да, бүгіннен бастап жанұяны күшейту үшін, жанұяларда бақытқа тағы бір қадам жасалу үшін, жанұя қарым-қатынас күшейту үшін бір кеңесіңіз, бір тілектеріңіз біздің жанұяларымызға және оқырмандарымызға беретін бір кеңесіңіз және тілегіңізді айтып кетсеңіз. Рахмет, Ереке. Құрметті оқырмандар, енді карантин кезінде әртүрлі жағымсыз жағдайлар болған болуы мүмкін, реніштер болған болуы мүмкін. Енді оның барлығын карантинде қалдырыңыздар. Ұмытпаңыздар, әрбір адамда бүгінгі күнгі қиыншылықтарды, проблемаларды жеңіп шығатын конкретно энергиямыз, күшіміз бар. Тек қана біз сол энергияны өткен шақта болған нәрселерді уайымдап, келер шақта болатын нәрселерді уайымдап, жан-жаққа шашырап тастаймыз да, бүгінгі проблемаларды шеше алмай, көтере алмай, күйзеліске түсіп отырамыз. Сондықтан өткен нәрселерді уайымдауды қойыңыз. Бүгін, қазір, әсіресе қасиетті Рамазан айын, қасиетті ораза кезін пайдалана отырып, күйеуімізбен, әйелімізбен реніштерді ұмытпайық, түсініспеушіліктерді бітірейік. Яғни бұның барлығы как будто бір қорқыныш түсте болған сияқты қарастырайық. Өйткені шын мәнінде сондай, мысалы психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, ойлаңыз, мысалы сіз соғыстасыз. Соғыстасыз мысалы. Соғыстасыз, соғыста ең бірінші мақсат не? Жан сақтау. Қалғанның барлығы гүл бермепті, айқайлап жіберіпті, ұрсып жіберіпті, шай қоймапты, тамақ істемей қойыпты, дұрыстап жауап бермепті. Бұлардың барлығы второстепенный болады. Карантин кезінде ең маңыздысы жан сақтау. Аман болайық, деніміз сау болсын, ауырып қалмайық, осы кризистен өтейік, табысымыз, жұмысымыз сәтті болсын, ақшадан қиналып қалмайық. Сол сәтте қатты сөз айтып қапты, ренжітіп қойыпты, айқайлатып қойыпты, дұрыс емес дайындап қойып деген қате кемшіліктер, әрекеттердің барлығын кризис кезінде, қиын сәтте болған нәрселер деп қарап, соны ұмытуға тырысыңыз, соны тездеп өтуге тырысыңыз. Бүгіннен бастап жасалынатын екі нәрсе айтам. Біріншісі, болған нәрселерді ұмытыңыз, мораторий жариялаңыз оған. Мысалы, кейбір кезде болады ғой, мемлекет не істейді, кәсіпкерлердің мысалы бүгінге дейін жарты жылдық налогтарын кешірдік дейді мысалы. Сол сияқты. Тура сол сияқты сіз де осы 1,5 ай, 2 ай карантин кезінде болған реніштерді кешірдім, бітірдім, сол жерде қалдырдым.
Бүгіннен бастап әрекет етуге қараңыз, сол пайдалы болады. Нақты қадам ретінде қарайтын болсаңыздар, мысалы, бір-біріңізді тануға тырысыңыздар. Yani көп отбасылардың проблемасы, ерлі-зайыптардың проблемасы 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл бірге тұрса да бір-бірін танымайды. Yani соған байланысты бұл әйелім кім, оказывается, осындай қасиеттері де бар екен, жақсы сырсақтар бар екен. Илтипат етіңіздер, сыйлық беріңіздер, тәтті тағамдар дайындаңыздар, қолдау көрсетіңіздер, уақыт бөліңіздер. Мысалы, бір ай, бір жарым ай бірге болыңыздар ғой. Енді күніге жарты сағат, бір сағаттан әйеліммен сөйлесем, күйеуіммен әңгімелесем, сотовый телефонды қойып оны тыңдаймын деген ұстанымдар бекітіңіздер. Солар отбасы қарым-қатынасын жақсартады. Атақ, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ораза қабыл болсын, қасиетті айында дұғаларыңыз қабыл болсын. Иншаллах, осы Рамазан арқылы біз отбасымызға бақ береке қонсын деп тілеймін барлықтарыңызға.